Баршаңызға сәлем. Бүгін эклер даярлаймыз. Эклер даярлау үшін бізге 250 мл сұйықтық қажет. Менде 125 мл су, 125 мл сүт. Сіздер 250 мл су алсаңыздар болады. 100 грамм сары май, 1 шымшым тұз, 1 шымшым қант, 160 грамм ұн және 4-5 жұмыртқа қажет. Сүт пен суды бір ыдысқа құйып, оған сары майды салып, 1 шымшым тұз және 1 шымшым қант салып, оны газға қойып қайнатамыз. Әбден қайнаған уақытта осы сары майымыздың барлығы сүтте еріп кетуі тиіс. Осы сұйықтығымызға алдын ала еленген ұнымыздың барлығын бір-ақ саламыз. Одан соң лопаткамен жақсылап араластырамыз. Ұн осы сұйықтықтың барлығын өзіне сіңіріп алуы қажет. Осы қамырымыз біраз араласқаннан кейін біркелкі болған уақытта біз оны қайтадан газға қоямыз. Осы заварной тестіміз әбден кеуіп, ыдысымыздың асты кішкене қарыла бастаған кезде біз газдан аламыз. Осы заварной тестімізді миксермен алдымен суытып аламыз. Одан соң жұмыртқамызды қоса бастаймыз. Ең бірінші жұмыртқаны қосамыз, одан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Одан соң екінші жұмыртқаны қосамыз, одан соң жақсылап араластырамыз. Осылайша әрбір жұмыртқадан соң миксерлеп, жақсылап араластырып отырып, барлық жұмыртқаларымызды қосып аламыз. Тестіні лопаткамен араластырып, оны лопатканы көтерген уақытымызда қоймалжың болып, осы лопаткадан видеодағыдай ағып тұруы тиіс. Сонда біздің тестіміз дайын болды деген сөз. Дайын болған тестімізді кондитерский мешокқа салып, оны дайындап қоямыз. Противень үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, оның үстіне эклерлерімізді ұзынша етіп жасап шығамыз. Эклерді 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минут, 150 градуста 15 минут пісіреміз. Эклер пісіп жатқан уақытта пешті ашуға болмайды, өйткені эклер басылып қалады. Эклерге крем даярлаймыз. Ол үшін 500 мл сүт, 160 грамм қант, 3 сарыуыз, 45 грамм кукурузный крахмал, 150 мл сливки, 33% немесе 50 грамм сары май қажет. Алдымен қантты 2 бөліп аламыз, оны сүт пен сарыуызға саламыз. Сүтті газға қойып қайнатамыз, ол қант әбден еріп кетуі тиіс. Ал сарыуыздағы қантты венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң оған крахмалды қосып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Крахмалды жақсылап араластырып алған соң сүтіміз қайнайды. Осы уақытта сүтімізді аз-аздан құйып отырып, венчикпен жақсылап тез-тез араластырамыз. Сүтімізді аздап құямыз, венчикпен араластырамыз. Өстіп сүтіміздің жартысын жұмыртқаның сарыуызына араластырып аламыз. Содан соң осы сұйықтығымызды қайтадан сүтке құямыз.
сөйтіп венчикпен жақсылап араластырып, бұны әбден қоюланғанша газға қоямыз. Газда әбден қоюланып қайнаған уақытта газдан өшіреміз. Бізде заварной крем пайда болады. Егер кремге сары май қолданатын болсаңыздар, осы ыстық күйінде сары майды қосып араластырып жібересіз. Ал егер мен секілді сливки қолданатын болсаңыздар, заварной кремді суытып қойып, одан соң бірнеше сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Содан соң сливкиді миксермен жақсылап араластырып көпіртіп аламыз әбден. Одан соң осы заварной кремімізге құйып, оны лопаткамен араластырамыз. Одан соң венчикпен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Эклер дайын болған уақытта кремді кондитерлік мешокқа құйып алып, эклердің екі жағынан кішкене тесік жасап аламыз. Одан соң осы екі тесікке ішіне кремімізді құйып шығамыз. Дайын болған эклердің бетіне сахарная пудра сеуіп, оны дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап, дастарханның сәнін келтіріңіздер. Назарларыңызға рахмет.